Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шаймен ішуге болатын тәттінің рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды және сода, одан кейін сармайымызды салып, песочный тестомызды дайындап аламыз. Осындай болу керек. Енді үстіне 2 ас қасық сметана, 1 жұмыртқамызды салып, қамыр қылып илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Одан кейін 20 минутқа холодильникке жібереміз. Арасында 10 минуттан кейін қайырып тұруды ұмытпаңыз. Енді салмасына алмамен болады. Алманы осылай кубиктап тураймыз. Турап алған алмамызды қызып тұрған табамызға сармайымызды салып, үстіне 4 ас қасық қантымызды салып, ерігенше араластырамыз. Ерігеннен кейін үстіне жаңа тураған алмамызды саламыз. Одан кейін үстіне 1 шай қасық корицамызды салып, жақсылап араластырамыз. 1-2 минуттай қуырмалап аламыз. Енді қамырымыз дайын болды. Қамырымызды алып 4 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымыздың барлығын осылай суалап бір шетке қоятын боламыз. Одан кейін ақырындап жаямыз оқтаудың көмегімен. Жайылған қамыр егерде сізде тегіс дөңгелек болып жайылмаған болса, онда пышақтың көмегімен біркелкі қылып алсаңыз болады. Менде біркелкі жайылды. Енді одан кейін тағы да оны 4-ке бөлеміз. Одан кейін ішінен осылай кесеміз, видеода көрсетілгендей. Дайындап кесіп алған қамырларымыздың үстіне салмамызды салып, орайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей. Дайын болған тәттілерімізді противеньге пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған духовкамызға, яғни 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пісіп шықты. Менде өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте керемет тәттілердің бірі. Тәттілерді ыдысымызға салып, үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, дастарханға қоя берсек болады. Ас болсын. Егерде видео ұнаса, маған лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.